Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерге ұсынғалы отырған әдіс тәсілім колеса фортуны деп аталады. Егер видеоны көрмес бұрын, сіздер ең алдымен тіркеліп, видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Колеса фортуны бірінші іздеу жолағына колеса фортуны тура дәл осы сөзді іздеу жолағына жазып, сол кезде мынандай рандом шығады. Рандомға мен мысалы алдын ала сіздерге өзімнің сұрақтарымды жазып қойдым. Бұған изменить етіп, ары қарай өздеріңіз мінекей сұрақ санын көбейтіп ала беруге де болады. Не болмаса өшіріп тастап өзіңіздің сұрағыңыздың санын жазып қоюға да болады. Мен алдын ала сұрақтарды енгізіп қойдым. Мысалы қазір көрейік, стартқа қойып, мінекей. Бұл өте әдемі генератор. Жау шапты, ел бүлінді, апат соқты, шешімін кім табады деген сұрақ көрініп тұр. Ал енді бұдан да басқа колеса фортуны бұл әдістің бұл рулеткада тұрғаны. Игральная кость деген жеріне барсаңыз, сіздерге мынандай тамаша осындай кубикті көрсетіп береді. Бросьте кубик басатын болсақ, мінекей. Бұл жерде балаларды ойнатуға арналған түрлі әдістер. Кубиктің санын көбейту үшін мына жерде таңдауға болады. 6 кубик, 4 кубик мысалға, міне 4-еуі бірдей ойнайды. Мына оқушылардың номерін анықтауға, не болмаса түрлі ойындар кезінде осы тастарды тастатып ойнатуға болады. Случайное числа. Бұл жерде міне кез келген кездейсоқ сандарды анықтауға болады. Мінекей басамыз, қазір кездейсоқ цифрлар шығады. Осы цифрдағы номердегі оқушыларды шығаруға болады. Не болмаса осы номердегі сұрақтарды оқи отырып, оқушыларды қызықтырып өтуге болады. Мына бір бөлімі бар, монета бөлімі. Бұл тиынның екі беті. Мінекей басамыз, міне тиынның қай беті түседі, оқушыларды жарыстырған кезде қай топ бірінші бастайды. Орел решка деген бұрын ойын бар еді, сол сияқты решка бөлімі. Келесі бір тағы тастап көрелік. Мінекей. Тағы да решка шықты, сол сияқты. Мінекей тасовать, мұнда генератор случайных список. Әртүрлі реттілікті анықтап береді, мінекей. Әртүрлі цифрлар рет санын ауыстырып тастауға болады. Мұнда да тянут жребий, мұнда да көрейік, стартқа қойып, мінекей цифрлардың барлығын орындарын ауыстырып, мына жерге сіз өзіңіздің тапсырмаларыңызды қоя беруіңізге болады. Одан бөлек бізде таймер бар. Мінекей таймерден бөлек мына стартқа қойсаңыз, таймер орындалады. Бұл кез келген тапсырманы орындайтын кезіңізде оқушыларға қойып қойуға болады. Таймерден бөлек секундомер, одан будильник бар. Мінекей мына жерде табло деген бар. Бұлда міне дом, гость дейді, мысалы название команды дейді. Командалардың атын жазып қойып, 1-де 2, 3-де 2 деген сияқты өзіңіздің ойындарыңызды қоя берулеріңізге әбден болады. Мінекей оның главныйына қойып көрелік. Мінекей мынаншама, осыншама түрлі функциялары бар колеса фортуны әдісі. Сіздерге менің кеңесім ұнап жатса, лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Білмегендеріңіз болса, астына телефон номерімді қалдырамын. Сол бойынша қолдана берсеңіздер болады. Кез келген шаблондарды сұраңыздар, мен WhatsApp'та айтатын боламын.